Қалай қуырдақты дәмді етіп жасау әдісін білесіз бе? Дәмі тіл үйіретін тез әрі оңай тағам. Сәлем достар! Бүгін қазағымның атадан қалған дәстүр соғым сойғаннан кейін жасалатын ең бірінші тағам қуырдақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ет, пияз, картоп, сұйық май, тұз, қара бұрыш, лавр жапырағы қажет болады. Заттардың қаншалықты керектігін толықтай видеоның астында қалдыратын боламын. Достар, егер де менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіз менің каналымды дамытуға үлесіңізді қосасыз. Сол үшін сізге үлкен рахмет. Қуырдақ жаңа сойылған малдың өкпе бауырынан, мойын, төстік етінен, жүрек, бүйрегінен әзірленетін тағам. Қуырдақтың түрлері бал қуырдақ, жоңға қуырдақ, қара қуырдақ, соғым қуырдақ, өкпе қуырдақ. Ал біз бүгін әзірлеген картоп қосылған қуырдақ. Ас болсын баршаларыңызға. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.